Баршаңызға қайырлы күн, қыздар. Бүгін сіздерге осындай бір жасағаннан сәтті шығатын сметаниктің рецептісін көрсететін боламын. Ол үшін ыдысымызға 500 грамм ұнымызды салып аламыз, және 100 грамм қантымызды қосамыз, 1 шай қасық қопсытқышымызды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Қыздар, мен описание бөліміне барлық керек заттардың мөлшерлерін жазып қойдым. Сол жақтан да скрин жасап алып, осылай алдын ала барлығын дайындап қойсаңыздар, көз алдарыңызға сіздерге жасауға өте оңай болады. Одан кейін бөлме температурасындағы 150 грамм сары майымызды осылай қолымызбен, ұнымызбен араластырып, крошка жасап аламыз. Одан кейін барлығын ерітіп, араластырып болғаннан кейін үстіне бір жұмыртқа салып жібереміз. Осы жұмыртқамызды қамырымызбен бірге араластырып илейміз. Сол кезде біздің қамырларымыздың басы бірігетін болады. Құрметті қыздар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналыма тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Себебі менің каналымнан өте оңай рецептерді көре аласыздар, және сіздің уақытыңызды алмайтын рецепттер менің каналымда өте көп. Осылай қамырымызды дайындап болғаннан кейін 30 минутқа холодильникке салып қоямыз. Одан кейін ішіне салатын начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 500 грамм қаймақ керек болады, 20-25%. Оның үстіне 100 грамм қантымызды қосамыз. Барлығын жақсылап бір араластырып аламыз. Біздің пирогтарымыз өте нәзік, жұмсақ, тестасының өзі өте жұмсақ болады. Сіздерге міндетті түрде ұнайтынына сенімдімін. Жасап көріңіздер, және каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Одан кейін 4 штук жұмыртқамызды саламыз. Қыздар, миксер керек емес, осылай қасықпен, вилкамен, немесе осындай венчикпен араластырсаңыздар да болады. Одан кейін қамырымызды 30 минуттан кейін осылай астына ұн жағып, қамырымызды илеп шығамыз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Қамырларыңыздың формада бір тегіс болғанын қаласаңыздар, осылай ұнмен бірге жайып аласыздар. Болмаса, қамырды екіге бөліп, оқтаумен жаймай, осылай қолымызбен форманың ішінде салып, орналастырып жасасаңыздар да болады. Өзіңізге қалай ыңғайлы, сол бойынша орналастырып жасасаңыздар да болады. Неке біз жарты қамырды, бір 30% қамырды осы жан жағына бортегін жасау үшін алып қаламыз. Сіздерге екі вариантында көрсетіп жатырмын. Егер оқтаумен жаятын болсаңыздар, немесе осылай қолмен де жаюға болады. Қолымызбен жақсылап жан-жағын басып жібереміз. Мендегі форманың көлемі қазіргі пирогтарға арналған форма емес. Егер сіздерде арнайы осындай жан-жағы ирек-ирек пирогқа арналған форма болса, ол кезде сіздерде өте әдемі болып шығатын болады. Және ортасына осылай істеп болғаннан кейін салмасын саламыз. Барлық салмамызды құямыз. Біздің бортиктеріміз үлкен болып тұру керек. Өйткені сіздер қанша көлемде сұйықтықтың кететінін білмейсіздер. Сол үшін үлкен қылып жан-жағын шығара беріңіздер. Одан кейін барлығын салып болғаннан кейін осылай пышақтың көмегімен төменге қарата түсіретін боламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Қыздар, әркімнің пеші әртүрлі, сондықтан міндетті түрде 30 минут өткеннен кейін пешіңіздің қасында тұрып, осылай беті сарғайғанша пісіріп аласыздар. Осы пирогты пісіріп болғаннан кейін формадан шешпейміз. 2 сағат бөлме температурасында суығаннан кейін ғана барып, сол кезде ғана сіздердің пирогтарыңыз ровно, әдемі болып кесілетін болады. Ал егер ертерек кесіп алып, суымайынша кесетін болсаңыздар, сіздердің ішіндегі қаймақтарыңыз қатпай ағып кетуі мүмкін. Жасап көріңіздер, ас болсын.